Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ыстық тағамның бірі, сұйық тағам перловка сорпа жасайтын боламыз, яғни арпадан сорпа жасаймыз. Ол үшін бізге керегі ет, пияз, сарымсақ, картоп, сәбіз және де томат пастасы, болгар бұрышы қажет болады. Ең алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып аламыз, 2-3 ас қасық. Үстінен етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Аздап қуырылған соң, үстінен майда туралған пияз бен сарымсақты саламыз. Барлығын сарғайғанша қуырып аламыз тағы да. Бір дана сәбізімізді 4 бүріштетіп майдалап турап саламыз. Бұл тағам, достар, өте дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналға тіркеліп, лайк, комментариймен қолдап отырыңыздар. Дәміне қарай 1 шай қасық тұз салып, барлығын қуырып, томат пастасын саламыз. Менде қызанақ салаты болды, соны салдым. Енді сіздер үйіңізде қайсысы бар болса, соны салып пайдалануыңызға болады. Қызанақ салат менен қатырылған болгар бұрышын қосып салып жібердім. Осы орайда 1-2 қозғап қуырып аламыз дағыны, жуылған перловкамызды, яғни арпаны салып, су құямыз. Арпа етпен бірдей болып пісетін болады, 1-1,5 сағат уақыт кетеді оған, әдемі жарылып пісіп шығатын болады. Сол себепті біраз уақыт қайнатып аламыз. Біраз қайнағаннан соң жаңағы туралған дайын картопымызды салатын боламыз. Достар, міне дайын болған асымызды кеселерге құйып, дастарханға тарту ететін боламыз. Ас болсын, міндетті түрде жасап, комментарийге пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.